Республика бойынша бастау алған тең мүмкіндіктер жолы атты акция аясында Өскемен қаласының жергілікті полиция қызметі жаяу жүргіншілер арасындағы жол-көлік оқиғасын алдын алу мақсатында ақ-ниет ерекше күтімді талап ететін мектеп оқушыларымен кездесу ұйымдастырды. Кездесу барысында мамандар қауіпсіздік ережелерін білім ошағының оқушыларына түсіндірді. Тең мүмкіндіктер жол акциясы еліміз бойынша 4-8 желтоқсан аралығында жүзеге асырылды. Аталған акция аясында Өскемен қаласының жергілікті полиция қызметінің мамандары мектеп оқушыларына жол-көлік оқиғалары жиілейтін уақыт, қыс мезгілінде қауіпсіздік ережелерінен хабардар етіп, келеңсіз жайтқа тап болудың алдын алу шараларын түсіндіріп, балалармен кеңінен әңгіме дүкен құрды. Себебі оқыс оқиға нақты ережелерді дұрыс білмеумен оны сақтамаудың салдарынан орын алатыны белгілі. Сондықтан аталмыш акция арнайы осындай ерекше талапты қажет ететін балдырғандарға бағытталынып отыр. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға біз әр уақытта көмек, жәрдем көрсету керекпіз. Осы мақсатта шамамыз келгенше оларды шеттемеуіміз керек. Осындай мақсатта енді міне облыс орталығының көшелерінде рейдтік іс-шаралар басталды, 4-нен бастап. Сол секілді бұл тек облыс орталығында өтетін шара емес, бұл біздің Шығыс Қазақстан облысы бойынша барлық аудандарда жүргізіліп жатқан іс-шара. Аталған шараның маңыздылығына мектеп ұжымы да ерекше мән беруде. Себебі келеңсіз жайтқа қоғамның кез келген мүшелері тап болуы мүмкін. Сондықтан балаларға кеңінен жол ережелерін сақтау турасында айту үшін мектепке салауатты өмір салты орталығы мен Қызыл Жарты қоғамның Шығыс Қазақстан филиалының қызметкерлері де келіп өз ақыл кеңестерімен бөлісті. Такие мероприятия очень нужны для наших детей. Мұндай шаралар біздің балалар үшін өте маңызды. Басты мақсат балалардың қоғамның бір мүшесі екендіктерін түсіндіру. Бұған дейін мектебімізде білім алып отырған балғындар үйден шықпай өз замандастарымен тілдесе алмаса, қазіргі таңда олар барлық мүмкіндіктерге ие болып отыр. Шара барысында оқушылар жол ережелері турасында ақпарат беретін бейнероликтерді тамашалап, қауіпсіздік белгілерімен танысты. Сонымен қатар Қызыл Жарты қоғамы қызметкерлері жарақат алған уақытта алғашқы дәрігерлік көмектің қалай жүргізілетіні мен қоғамдық бірлестіктің бағыты турасында әңгімеледі. Қуаныш Амантайұлы, Руслан Тақсанов, жаңалықтар.